29 октябрь 25 жыл. Мек Құрманов ендірген Павлодар облысы Ақсуғасын тұрғыны. Міне бүгін тағылым Айгерім дүкенінің алдына. Сола төрт диктатор жүйені құрбаны көмектесіп жүрген. Мемлекетте желтоқсан жаңа жөндеген. Ай, жігіттер, қайырып барамыз, ояндар. Мен үшіміз бала-шағаларым болашағын ойлаңдар. Міне біз ертең жерін айыламыз. Бүкіл байлықтан айырылдық. Бүкіл байлықтан Назарбаев өзі иемденіп алды. Жалғыз өзі. Шетелдік фирманың аттарын жамылып, сол шетелдік компаниялар сатып алдық. Шынында да ешкім сатқан жоқ, ол бәрі өзі иемденіп алды. Тойымсыз ол. Ол біздің ата жауымыз қалмақ. Мына жергілікті биліктегілер төл ақшаға тоймайды. Ана армақ қаршыға алдап кіріп тұқта. Өзіне Ақтоғай ауданының несін қызбен сатып алды. Кәпір хұрматы өзінің оңбағанды өзінің акимат кіргізді. Жұмыстарды болды. Әйтсе, Күргіл деген сақболға жол үстіне тас жүргім. Сол жұмыстар болды. Айтпайым жігіттер, қояндар. Шығындар бейбітшілігі. Мен сіз енді. Мен Назарбаевтың құлдары қамайды да келесі бейбітшілігінің алдында. Осы видеоға пікір жазыңдар, тұратындар осы видеоны. Қорықпаңдар. Пікір жазсаңдар, олар менен басқа ешкім көрмейді. Лайк басыңдар. Таратыңдар осы видеоны. Бәрін айтыңдар, тікелей эфир жүргендердің келесі. Ол есіне шығып кетеді. Яғни біздің көшбасшы Марат Жыланбаев 7 жыл қалмады. Ол ешқандай неткен жоқ, заң бұзған жоқ. Біздің Алға Қазақстан партиясын тіркеймін деп. Сол үшін 7 жыл қалмады. Ал 7 дүркін әлем чемпионы. Ол біздің мақтанышымыз болу керек. Оны алдыға қанатсады. Айтпады деңдер еді. Назарбаевна біздің партия ДВК көші партиясы сияқты. Алға Қазақстан террорист деп шығарады. Біз халық террорист емеспіз ғой енді. Күн көреске дегенде қайыршылардан басқа амал қалған жоқ енді. Алдығы жылы машина тартып алды айтқандай, алды айтқандай. Қазақстанның бір үйінде бар ғой, басын келіншектер кухняға жүреді, тамақ дайындауға. Жолдастарым айға келеді, тамақ дайындап емірге келді. Ал жерде уақыт аяқ қалды осы видео.